Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді зебра құймақтарының рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы өте оңай, әрі бір жасағаннан міндетті түрде шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы 2 жұмыртқамызды саламыз. Кейін оның үстінен қантымызды салып, жақсылап қанты ерігенше толықтай венчиктің көмегімен араластырасыздар. Кейін оның үстіне тұзымызды саламыз, тағы да бір қайтара араластырамыз. Және де сүтімізді қосамыз, сүтімізде жылы болуы қажет. Тағы да жақсылап араластырып, оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Тағы да бір қайтара жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстінен електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. Және де оның үстінен 1 шай қасық ас содасын қосасыздар. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін осы массамыздың үстіне қайнаған 1 стакан суымызды құямыз. Сіздерде бұл жерде масса қою болып тұрса, тағы да 1 стакан ыстық су құйсаңыздар болады. Бізде бұл жерде сұйық масса болу керек. Осының үстіне мен тағы да 1 стакан су құйдым, себебі менде қоюырақ болып тұрды. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде сұйық масса пайда болуы керек. Осындай сұйық масса болады. Кейін массамызды бөлек ыдысқа 2 ожаудай құйып аламыз. Оның үстіне 1 ас қасық какао қосамыз. Жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Массаны арнайы кондитерлік мөлшерге құйып алсаңыздар болады. Қызып тұрған табамызға алдымен шоколадты массамызды құямыз. Дәл видеода көріп тұрғандай осылай дөңгелетіп тез-тез жасап шығасыздар. Одан кейін оның үстіне осылай ақ массамызды құйып тез-тез жан-жағына аунатып құйып шығамыз. Бастапқыда қиын болып көрінгенмен, одан кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығатын құймақтардың бірі дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.